WorldSkills Қазақстан 2021 республикалық кәсіби шеберлік чемпионатының наубайшы ісі байқауы биыл алғаш рет Маңғыстауда өтіп жатыр. Еліміздің барлық облысы мен қалаларынан келген 15 наубайшы 3 күн қатарынан түрлі нан пісіріп сайысатын болады. Жылда тек ел астанасында болатын сайыс биыл 8 өңірге бөлінген. Ал наубайшылардың нан пісіруіне ең лайықты алаң болып, облыстағы туризм колледжі таңдалған. Жұмазия Оразай тарқатып берсін. WorldSkills Қазақстан байқауы осымен 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Қарапайым кәсіптік мамандардан кәсіби маман даярлайтын халықаралық сайыс әуелі облыста кәсіптік колледждің студенттері арасында өтеді. Ең мықты деген наубайшылар осы республикалық конкурсқа қатысып жатыр. Олар 3 күнде 6-7 түрлі нан түрін пісіріп шеберліктерін көрсетеді. Бүгінгі күні біз 2 модульді жасадық. Оның бірі брецель, немецкий нан болып табылса, екіншісі цельнозерновой хлеб, бидай ұны. Негізінде жақсы атқарып шықтым деп айта аламын. Себебі бұл жарысқа біз көптен бері дайындалдық, бар күшімді салып бүгін мен жасадым. Марал осы наубайшы ісі бойынша қатысып жатқан 15 қатысушының бірі. Олар 6 сағат бойына нанды ұн күйінен бастап ашытып, пісіріп, дайын өнімді сарапшылардың бағалауына ұсынады. Әр өңірден келген сарапшыларда бағалауға қатысу үшін арнайы тестілеуден өтеді. Кәдімгі нан пісірудің өзі осындай үлкен машақатпен бітеді. Оның өзіндік себебі де бар. Сайысымыздың мақсаты кез келген адам үйінде дайындай алмайтын, кәсіби деңгейде дайындай алатын кадр мамандарды дайындау болып табылады. Мысалы, бізден бірінші орын алған наубайшы құзыреттілігі бойынша бірінші орын алған қатысушыларымыз біздің қаламыздың ең күшті жоғарғы деңгейдегі наубайханасында немесе кондитерлік үйлерінде жұмыс жасайды. Осы байқауды тұрақты өткізіп, әр студенттерін тұрақты қатыстыратын туризм колледжінің осыған дейін 6 шәкірті республикалық чемпионаттан аспазшы, наубайшы, қонақ үй әкімшісі бойынша түрлі жүлделі орын алған. Әсіресе кондитерлік салада мықты студенттері көп. Сондықтан биыл колледж базасы нан пісіру құрылғыларымен толық қамтылған. Толық бізге керекті аспаз ісіне қатысты, кондитерлік іске қатысты, наубайшы ісіне қатысты толық жабдықтар алынған. Оның ішінде арнайы дайындалатын пештер, салқындатқыштар, сонымен қатар өзінің негізгі піскен тамақты бірден сақтайтын сақтау қорлары, сонымен тоңазытқыштар, нанды илейтін негізгі аппараттар, бұлардың барлығы да талапқа сай толық жабдықталған. Осының арқасында наубайшыларға емін-еркін нан пісіруіне толық мүмкіндік бар. Бүгін 2 түрлі нан пісірген қатысушылар алдағы 2 күнде ашытқысыз нан илеп, тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған арт композицияларын ұсынады. Сөйтіп, Шанхайдағы халықаралық байқауға қатысатын ең үздік наубайшы 10 желтоқсанға дейін анықталып, сол күні марапатталады. Ал негізі биылғы WorldSkills Қазақстан 2021 байқауына 40 сала бойынша 450 студент қатысып жатыр. Жұмазия Оразай, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.